Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге балмұздақ қосылған дәмі тіл үйіретін керемет торт пісіреміз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Алдымен бисквитін пісіріп аламыз. Үй температурасындағы жұмыртқаның сарысын салып араластырамыз. Сұйық май құйып, оны да жақсылап араластырамыз. Ыстық суда какао мен кофе қосылған сұйықтықты бөлме температурасына дейін суытып, осы массамызға қосамыз. Алдын ала қантты, ұнды, соданы, тұзды және қопсытқышты салып араластырып алдым. Енді құрғақ өнімдерді осы какао массасына салып жақсылап араластырамыз. Алдағы уақытта менің каналымда шығатын түрлі жаңа рецептерді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Какао массамыз дайын болды. Оны шетке қоя тұрамыз да ақуызды миксерлейтін боламыз. Үй температурасындағы жұмыртқаның ақуызына қант салып, жоғарғы жылдамдықта көпіріп көтерілгенше араластырамыз. Жұмыртқаның ақуызы жақсы көтерілу үшін ыдыстарыңыз толықтай құрғақ болуы қажет. Ақуызымыз жақсылап көпіріп көтерілді. Енді аз-аздан какао массасына сала отырып, астынан үстіне қарай біркелкі болғанша араластырамыз. Массамыз дайын болды. Енді 26 диаметрлік қалыпқа құйып, қызып тұрған 170 градус пеште 40-45 минут пісіріп аламыз. Піскен бисквитті ағаш таяқшамен тексереміз. Ағаш таяқшамыз толықтай құрғақ болуы керек. Піскен бисквитті пештен бірден шығара салмаңыздар. Сәл есігін ашып, 10-15 минут суытамыз. Сосын шығарып, толықтай суығанша қалыпта ұстаймыз. Суыған бисквитті пищевой пленкаға орап, тоңазытқышқа 6-7 сағатқа қоя тұрамыз. Енді бисквитімізді екіге бөлеміз. Бір бөлігін көріп тұрғандарыңыздай 3 бұрыштарға бөліп, тортымызды жинаймыз. Ыдысымызды пищевой пленкамен орап дайындап аламыз. Сосын 3 бұрыш бисквиттерді түзулеп тізіп шығамыз. Міне, осылай әдемілеп тізіп шықтық. Енді шиенің шырынымен бисквитке пропитка жасаймыз. Енді салмасын дайындаймыз. Сәл еріген балмұздаққа шие қосып, жақсылап араластырамыз. Енді бисквитіміздің ортасына балмұздақты саламыз. Ыдысымыздың көлемін өлшеп алып, екінші бисквитімізді сол көлеммен кесетін боламыз. Кесіп алған бисквитпен бетін жауып, шие шырынымен пропитка жасап, пищевой пленкамен орап, мұздатқышқа 2-3 сағатқа қоя тұрамыз.
Шоколадқа сүт құйып ертіп аламыз. Ерген шоколадты тортымыздың үстіне құйып әсемдейтін боламыз. Мен мұнда малинамен әсемдейтін боламын. Сіздер өз қалауларыңызша кез келген жеміс жидектермен әсемдесеңіздер болады. Міне тортымыз дайын болды. Дәмі өте керемет. Жанұяңызды қуантып жасап көріңіздер. Алдыда видео рецепттерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.